белгілі ғалым Әлікей Марғұлан Қозы Көрпеш баян сұлу жыры қазақ эпосының ең ескі, ең жойқын түрі деп атап көрсеткен екен. Армысыңдар, құрметті студенттер. Бүгін Қозы Көрпеш баян сұлу жырымен танысатын боламыз. Кезінде Әлікей Марғұлан Қозы Көрпеш баян сұлу жырын мәңгілік жыр деп атап, зерттеушілер қазақ заманын, мың заманын, әрі кеткенде түрік заманын меже қылып жатқанда, белгілі ғалым жырдың шығу уақытын мыңжылдықпен байланыстырған екен. Кейбір деректерде дастанның 33 түрі бар екені көрсетіледі. Қозы Көрпеш баян сұлу жырын зерттеп жариялауда Шоқан Уәлихановтан бастап Көпеев, Әуезов, Қоңыратбаев, Марғұлан, Бердімұратов сынды ғалымдар өлшеусіз еңбек сіңірді. Қозы Көрпеш баян сұлу жыры қазақ халқының лиро-эпостық жыры. 14-15 ғасырлардан бастап жырланып, қазақ даласына кең тараған. Жыр Қарабай мен Сарыбайдың түзде жүріп құда болып, қозы мен баянды күні бұрын атастыруымен басталады. Ары қарай қос ғашық қозы мен баян, зорлықшыл қодар, қара жүрек Қарабай арасындағы шиеленіскен оқиғалар негізінде зұлымдық пен махаббат күресінде баяндалып, қозы мен баянның қайғылы қазасымен аяқталады. Жырдың негізгі идеясы махаббатпен басталады. Бас кейіпкер қозы кіршіксіз махаббаттың иесі болып табылады. Батыр, адамгершілігі мол жігіт ретінде суреттеледі. Қозы сияқты баян да адал ниетті, ақ жарқын, өзінің сүйгеніне қосылуды арман еткен, ақылына көркі сай жан ретінде бейнеленген. Жырда сыңсу, қоштасу, жауласу, айтыс, салт дәстүрлері жырланса, естірту, көңіл айту, салт тұрмыс жырлары да кең қолданылады. Егер қодар бейнесі болмаса, қозы мен баянның махаббаты ақ, пәк, махаббат символына айналмас еді. Мұқағали Мақатаев, о махаббат, сен әлі тірім едің, көзімнен ғайып болған күнім едің, гүлім едің, елтілген түнім едің, о махаббат, сен әлі тірім едің. Мен сені ұмытқаным, жылытқаным есте жоқ, суытқаным жинаған құрып хәлім, құлаған отауымның уықтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын, о махаббат, сен әлі тірім едің. Тірі болсан, менденді тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін, қолдай қор ғашықтардың пірі мені. Мың жұлдызы бар болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны, сол бір жұлдыз жанады сол аспанды жарыққа, жарықта да түк көрмес ғашық болған жарықтық. Сол жұлдызсыз белгілі оның естен танары. Маңдайда емес жүректе ғашықтардың жанары, сол жүрекпен қараймын сол жұлдызға сүзіліп, шаңыраққа ілінді ол көк аспаннан үзіліп. Мың жұлдызы бар болса да байқамайсың басқаны, бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Ұлы Абай бабамыз артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген екен. Олай болса, бәріміз кітап оқып, оны көңілімізге тоқып жүрелік. Осымен сіздермен қоштасамын, құрметті студенттер. Сәуле сая